Құрметті оқырмандар, мен Жеңшеммен бір ойын ойнайын деп жатырмын. Мына жасырылған сөзден сұрақтар қоямын. Жеңшем бірақ бұл жасырылған сөздерді білмейді, тек сіздерге ғана көрсетіп отырмын. Кеттік, ойынды жалғастырамыз. Мен қазір бүктеп алайын. Ал кеттік. Жеңше, бір ойын ойнайық та. Мынаның ішінде жасырылған 6 әріптен тұратын сөз. Пока ашпаңыз, мен өзім аш деп айтқан кезде ашасыз да. Сіз бұдан не істер едіңіз? 6 әріптен тұратын сөз. 6 әріп? Иә. 6 әріп. Әлде не істеуге болады омен? Кейде 5 әріп болып қалды. Тамақ істер едім. Тамақ істейтін едіңіз? Ол кімге істеп беретін едіңіз тамақты? Оны ма? Өзіме? Мен ғой негізі о тамақты жақсы көретінмін. Ағама бермейсіз бе? Ой, ағаң ұнатпайды. Соны істемеш дейді жаңағы же. Ол жемейді. А мен оны жеймін. Мен кішкентай кезімнен жеймін ғой. Қойыңызшы. Кішкентай кезімнен көзімді ашқан кезде бар ғой. Мамам сол тамақты берген ғой. Бұны сіз аптасына қанша рет істейсіз? Мен аптасына 3 рет істеймін. Қойыңызшы. Суға салып пісіремін ғой. Бұл қай жерлерде сатылады негізі жалпы? Ой, магазинде мен магазинге кремді соны алып, үйге келіп пісірсең бар ғой. 8-ақ минут қой суға салып аласың. Суға салып пісетін та? Иә, суға салып береді. Кім үйретті сізге бұны? Бұны мамам үйретті. Бұрыннан жейсіздер басын да? Мен айтып отырмын ғой, кішкентай кезімізден мен ана тамақ жей бастаған кезде Жеңше? Анда жегенге күштетіп. Жейсің күштетіп. Түсінде ме? Сол жеп аласың. Қандай деп ойлап жатсыз? Не жасырылған деп ойлайсыз? Енді 6 әріп дедің ғой. Иә, 6 әріп. Лағман. Ашып көрсеңізші. Лағманнан басқа не істейсіз дедің ғой. Аптасына 3 рет болсын дейсіз. Абайлап тағы кездесу қалайлы жан рахат